Аллаға тәуекел етудің маңыздылығы. Иман еткен пенде әрбір ісін бір Алланың атымен бастап, қуанғанда шүкір етіп, сынақ кезіккенде сабыр етеді. Жүректер Алланы еске алумен тыныштық табатынын сезетін мұсылман баласы, жаратушыға жақындайтын амалда жігерлі болады. Адам баласына берілген ғұмырды саналы түрде өткізуді әрбір пенде қалайтыны ақиқат. Дегенмен, кейде бүгінгі таңда қоғамда орын алып жататын келеңсіз жайттарға куә боламыз. Тағдыр сынағына кезіккенде күйзеліске салынып, шарасыздықтан өз-өзіне қол салу, ішкілікке салыну, өмірден баз кешіп отбасы аманатын бұзу сынды оқиғаларды көз көріп жатады. Осындай келеңсіздіктердің алдын алу мен оның емі асыл дініміз исламда жете түсіндірілген. Қандай да бір істі бастарда немесе жоспарлаған шаруаға ниет еткенде, тіпті таңертең үйден шығарда бір Аллаға тәуекел етіп, өзін және ойлаған ісінің Алланың назарынан тыс болмайтындығына сенім артқан пенденің ең әуелі жүрегі тыныштық табады. Денеміздегі бір кесегет жүректің тыныштығы болғанда атқарар ісіміз де берекелі болады. Омар радиаллаху анху, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәләм, егер де Аллаға шынайы түрде тәуекел етсеңдер, Хақ тағала сендерді таңертең ұясынан аш құрсақ ұшып шығып, кешке қарай жем сауы толып оралған құстарды ризықтандырғаны секілді ризықтандырар еді деп айтқанын естідім деген. Демек, адам баласына ризық беруші, бізді махаббатпен жаратқан мейірім иесі, Алланың кеңшілігі мен қамқорлығы шексіз. Құранда тәуекел ұғымы жайлы бас аяғы 61 сүреде 70 рет қайталанып айтылады. Бұның өзі тәуекел тақырыбының Тәңіріміз тарапынан тәрбиелік мақсатта қозғалған үлкен мәселе екенін көрсетсе керек. Бізді екі дүние бақытына қауыштыратын, ақ пен қараны ажыратып көрсетуші жолбасшы ретінде берілген Құран кәрімде былай делінген. Сонда пайғамбарлары оларға, «Я, біз бар болғаны сендер сияқты кәдімгі адам баласымыз. Алайда Алла құлдарының арасынан қалағанын ерекше бір жақсылыққа бөлейді. Сондай-ақ біздің Алланың рұқсатынсыз сендерге қандай да бір мұғжиза көрсетіп, дәлел келтіруіміз мүмкін емес. Шын мүміндер қашанда бір Аллаға ғана тәуекел етуі керек». Шынайы мүміннің тәуекелі мен жүрек сүйеніші жаратылғандар мен күш құдіреті шектеулі жандарға немесе өз күші мен қабілет қарымына емес, құдіреті шексіз Аллаға болуға тиіс екенін осы аят бағдарлап беріп отыр. Ал енді кез келген қайырлы істі істеуге бел байлаған сәтте өз күшіңе, ақыл ойыңа, тәжірибеңе ғана сүйеніп қоймай, Аллаға тәуекел етіп, тағдырыңды Аллаға тапсыруды мына аяттан байқаймыз. Егер бір іске бел байласаң, Аллаға тәуекел ет. Сөзсіз, Алла тәуекел етушілерді жақсы көреді. Тәуекел ету қаласаң, қолға алып, қаламасаң, қоя салатын ерікті шаруа емес. Нағыз мұсылман болам деген адамның бойынан үздіксіз табылуға тиіс сипат екенін Раббымыз баяндап береді. Асылында нағыз мүміндер Алланың аты еске алынғанда жүректері толқиды, аяттары оқылғанда имандары артады, әрі олар Раббысына барынша тәуекел етеді. Осы аяттардан аңғаратынымыз, мұсылман адам барлық тілегін
қажетін, ниетін бір Алладан сұрап, тек оған тәуекел етеді. Өзіне сенімі артып, кетуден сақтанып, Аллаға деген сенімі артады. Әлемдердің Раббысының алдында дәрменсіз, әлсіз екендігін толық мойындай отырып, оның тағдырына разы болуды көздеп тәуекел етеміз. Бұлай болмаған жағдайда көптеген адамдар өзімнің білімділігім мен ептілігіммен табыстарға қол жеткізіп жатырмын деген оймен өзімшілдікке салынып кетеді. Сонымен тәуекел сөзі араб тіліндегі түбірі уәкәлә, етістігінен шығатын тәуәккүл, яғни сенім арту, істі басқаға тапсыру деген ауқымы кең мағыналарды береді. Алдағы күнімізді болжап біле алмағанымыз сияқты, ниет еткен ісіміздің нәтижесінің немен аяқталатындығын біле алмаймыз. Сондықтан әрбір амалымызда барлық нәрсеге күші жетуші Аллаға тәуекел етуіміз жаратушыға деген иманмен тығыз байланысты. Мысалы, диқан кісінің ерте көктемде жерді өңдеп, өнімін егіп, оны баптап болған соң, егіннің берекелі болуын Алладан сұрауы тәуекелдің ең кәміл түріне жатады. Ал керісінше, еш әрекет етпестен тағдырға тапсыра салып, әрекетсіз болуды дініміз құптамайды. Дана халқымызда жүрген аяққа жөргем ілігеді. Атыңды тұсаулап барып, Аллаға тәуекел ет. Нар тәуекел деулері тәуекел ұғымдарымен астасып жатыр. Аты белгілі ғалым Зуннун осы турасында пенде Алла тағала менің бойымдағыны әр қашанда көріп біліп тұр деген сенімге толықтай жетпейінше оған деген тәуекелі күшеймейді деген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм кім үйінен шығарда Алланың атымен Аллаға тәуекел еттім, Алладан басқа күш-қуат иесі жоқ десе, оған Алла тарапынан тура жолға түсірілдің, бар қажетің қамтамасыз етілді және қорғауға алындың делінеді. Әзәзіл шайтан да одан алыс жүреді деген. Шынайы ниетпен тәуекел еткен пендесін Алла қараусыз қалдырмайды. Оған жақсылықты нәсіп етеді. Осы үйден шығарда оқитын дұғаның үлгісін отбасы мүшелері жатқа айтқанға дейін үйден шығар есікке іліп қойсақ та болады. Сонда күнделікті оқып отырған адамның дағдысына айналады. Бұл да осы тақырыпқа қатысты тәрбие тетіктерінің бірі. Тәуекелдің түп төркіні себептер тұрғысынан алғанда, дүниелік заңдылықтарға толықтай бағынуды аңғартады. Ислам тарихында есімі сақталған ұлық сахабалардың бірі Омар радиаллаху анху ғибратты сөзінде, сендердің ешбірің ризық алу үшін өз күшін салуды тоқтатпасын. Я Алла, маған ризық бер деген сөздерімен шектелмесін. Аспаннан алтын мен күмістен жаумайтындығын сендер жақсы білесіңдер ғой, деп орамды ой қалдырған. Баз біреулер расымен де қоғамды, билікті, ағайынды кінәлап, әрекетсіз күн кешіп, екі қолға бір күрек ұстауға енжарлық танытып та жүр. Көбінесе күнделікті күйбең тіршіліктің қамымен сары уайымға салынатындар мына хадистен жауап табамыз. Бастарыңыз қимылдап тұрған кезде ризық, несібе жайында уайым қылмаңдар. Өйткені адам баласы анасынан туылғанда қызылшақа болып дүниеге келеді. Содан кейін Алла оны түрлі ризықтармен ризықтандырады дейді. Ақиқатында дәрменсіз балалар мен ата-анасынан ерте айырылған жетімдердің ержетіп жатқандығы құдіретті Алланың ризықтарымен болып жатқан көріністер. Аллаға тәуекел етіп, жаратушының жәрдемі жетсе,
дүниенің еш қайғысы мұсылман құлдың сағы сынып торығуына жол бермейтінін мына аяттан аңғарамыз. Егер Алла сендерге жәрдем берсе, сендерді ешкім жеңе алмайды. Ал егер қол ұшын бермей жалғыз қалдырса, жәрдем қылмаса, содан кейін сендерге жәрдем беретін кім бар? Ендеше шынайы мүміндер бір Аллаға ғана арқа сүйеп тәуекел етсін. Аллаға тәуекел етудің 3 дәрежесі бар. Біріншісі, тәуекел еткен соң өзінің жағдайын айтып шағымданбау. Екіншісі, тәуекелден кейін Алланың бергеніне риза болу. Үшіншісі, тәуекел ете отырып, Раббысы қандай нәтижеге жеткізсе де, Аллаға деген махаббатын жоғалтып алмау. Тәуекел туралы аяттар мен хадистердің көптігін жоғарыда айтып өттік. Ал енді сол аяттар мен хадистерде қозғалған тәуекел тақырыбын тұжырымдай келе, ислам ғұламаларының тәуекел туралы тоқтамына тоқталсақ. Тәуекелдің жемістері мынадай. Біріншісі, Алланың жәрдемінің келуіне себеп болады. Екіншісі, шайтанның азғыруынан сақтануға септігін тигізеді. Үшіншісі, тәуекел адамды батылдыққа тәрбиелейді. Төртіншісі, ризықтың келуіне дәнекер болады. Бесіншісі, мұсылман баласының иманының беріктігі тәуекелмен дәлелдене түседі. Алтыншысы, Алланың қамқорлығында болады. Жетіншісі, Алланың сүйіспеншілігіне бөленеді. Сегізіншісі, ең ұлы жеміс ақыретте жәннатпен сүйіншіленеді. Кім Аллаға тәуекел етсе, онда ол Алла оған жеткілікті. Олай болса, тәуекелдің талаптары мен шарттарын шариғатқа сай сақтай отырып, мәңгі тірі құдіреті шексіз, көктер мен жерді меңгерген жалғыз Аллаға шынайы тәуекел ете білсек, ісіміз оңға басып, екі дүние бақытына бөленеріміз хақ. Алла тағала біздерді өзіне тәуекел ете білген, жүрегі тәуекелшіл, еңбекқор, ақыл ойы алға жетелейтін алғыр құлдарынан болуымызды нәсіп етсін. Құрметті тыңдармандарым, видео ұнаса, каналыма әлі де тіркелмеген жаңа тыңдарманым болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға.